Мен бұрын ойлайтым, елге пайда әкелу үшін үлкен іс жасау керек деп ойлайтым. Кейіннен түсініп қарасам, өз ісіңе адалдықпен, жауапкершілікпен қарасаң, ел де өзің де біздің осы кәсіпорнымызға игілікке бөленеді. Өзім бұрын осы жолдармен үйге, жұмысқа, жеке шаруалармен асығып жүруші едім. Ол кезде бұл жолдың артында қанша еңбек, қанша жұмыс жатқанын ойланған емеспіз. Қазір өзім де осы жол жасау әдісінің бір бөлшегіне айналдым. Бұл жерде менімен бірге электриктер, кипавистер, инженерлер, лаборанттар жұмыс жасайды. Бәрі өз істер мамандары. Мен аға оператормын. Осы жұмыстың барысын қадағалаймын. Осы жерде қарап отырамыз. Біз битумның сапалы шығуын әр сағат зертханаға апарып тексеріп, сапалы шығуын қадағалаймыз. Бір жағдай болған кезде әр маман өзіне ескертеміз. Шығарып жатқан өніміміз бір қарағанда қарапайым көрінуі мүмкін, бірақ бұл жерде технология, сапаны қадағалау бар. Өйткені біз жасап жатқан жолымыз сапалы болу біз үшін өте маңызды. Өйткені бұл жерде біз де жүреміз, халықта жүреді, отбасымызда жүреді. Қазақстан бойынша біздің өнім тұтынады. Қазақстан емес, шетелге де шығып жатады машиналар. Жолда кетіп баратсаң, біздің битум тасып жүрген машиналар өтіп, оның бәрі көңілге қуаныш ұялатады. Мақтан тұтамыз осындай битум шығарғанымызға. Мен бұрын ойлайтым, елге пайда әкелу үшін үлкен іс жасау керек деп ойлайтым. Кейіннен түсініп қарасам, өз ісіңе адалдықпен, жауапкершілікпен қарасаң, ел де өзің де біздің осы кәсіпорнымызға игілікке бөленеді.